Баршаңызға сәлем, сіздермен Мадина, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте оңай, тез дайындалатын, бастысы оқтауды қажет етпейтін, қолмен жайылатын, өте дәмді балды торт дайындайтын боламыз. Қамырды илеп, оны тоңазытқышқа салып, бірнеше уақыт бойы күтіп, оны жаюдың қажеті жоқ. 15 минутта дайын болатын медовый торт дайындайтын боламыз. Егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписация етіп алыңыз, қасындағы қоңырауша белгісін басып қоюды да ұмытпаңыз. Сіздермен оңай әрі тез дайындалатын тағамдармен бөлісемін. Сондықтан жіберіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Бұл медовый торт өте жұмсақ, ауызда еритін болып шығады. Балымызды алып, ыдысқа салып, водяной баняда 20 минут бойы ерітетін боламыз. Одан кейін 1 шай қасық сода қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай көп ішіп реакция беретін болады. Осы кезде оттың астын баяулатамыз, жай қоятын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң үстіне сары майымызды қосамыз. Сары майымыз толық ерігенше ұстаймыз. Оттың астын өшіреміз. Мінекей сары майымыз толық еріді. Біздің балымыздың түсі осындай қоңырқай түске енді, өте әдемі түсте болып шықты. Енді бір шетке қойып суытамыз кішкене. Бөлек ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстінен құмшекерімізді салып, жақсылап миксерлейміз. Не болмаса, венчиктің көмегімен жақсылап осылай араластырып аламыз. Осылай ағарғанша жақсылап араластырып аламыз да, енді үстіне жаңағы балды массамызды аз-аздан қосамыз. Балды массамызды міндетті түрде суытып қосу қажет, өйткені жұмыртқамыз піспегендіктен, балымыз ыстық болса, жұмыртқамыз пісіп қалады. Осылай аз-аздан салып, жақсылап екеуін біркелкі масса болғанша араластырамыз. Мінекей, енді үстінен електен өткізіп ұнды қосамыз. Сол кезде қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Ұнымызды да бірден салып жібермей, 2-3 бөлікке бөліп, електен өткізіп қосамыз ақырындап. Қалған ұнымызды салып, жақсылап, ешқандай комочек қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Мінекей, осымен біздің қамырымыз дайын, осындай массада болып шығуы қажет. Осылай дайындап алдық. Енді шөміш қолдандым, мен салуға 1,5 шөміштей салдым. Осылай ортасына салып құйып шығамыз, үстінен ұнды електен өткізіп сеуіп шығамыз барлық жеріне. Және де қолдың көмегімен осылай үлкейтіп шығамыз қамырымызды. Осы әдіспен жасасаңыздар, сіздердің корждарыңыз өте жұмсақ әрі биік, пышный болып шығатын болады. Әрі дәмі де керемет. Осылай қолдың көмегімен өзімізге қажетті форманы келтіріп аламыз. Мен домалақ қылып жасайтын болғандықтан дөңгелек етіп осылай үлкейтіп жатырмын. Егер 4 бұрышты қылып істегіңіз келсе, дәл осылай 4 бұрышты етіп қолдың көмегімен жасап шығамыз. Мінекей, дайын. Осы аралықта пешімізді қыздырып 180 градуста 5-6 минут аралығында пісіріп аламыз. Тез дайын болады. Қалған корждарымызды барлығын осылай қолдың көмегімен үлкейтіп дайындап қоямыз. Бұл тестадан бізде 5 корж шығады. Диаметрі 25-26 сантиметр. Мінекей, осылай үлкейтіп алдық. Барлығын пісіріп дайындап аламыз. Енді крем жасауға кірісейік. Ол үшін вареная сгущенка мен қаймақтың 20%-дан жоғарғысын алып қосамыз.
Екеуін біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің креміміз дайын. Кез келген медовый тортқа крем қолдана берсеңіз болады. Крем чиз да жарайды, қайнатпалы креммен де жақсы үйлеседі. Ол өз қалауыңыз бойынша кремді ауыстыра беруге болады. Енді пісіп шыққан корждарымызды толықтай суытып аламыз. Жұмсақ, пышный болып шықты. Пергамент қағазынан бөліп алып, шеттері тегіс болып шығу үшін осылай қақпақтың немесе басқа заттың көмегімен біркелкі етіп барлығын кесіп шығамыз. Шетіндегі кесіп алғанымызды әрлеуге пайдаланамыз. Мінекей біздің корждарымыз әдемі болып шықты. Мінекей корждардың барлығын кесіп дайындап алдық. Бұл корждарымыз сынбайтын, эластичный әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Енді тортымызды дайындауға кірісейік. Коржымызды қойып, үстіне 2-3 қасықтан кремімізді құйып, барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Үстінен коржды қойып, кремді жағып, барлығын солай қайталап жағып шығамыз. Мінекей осындай әдемі болып шықты. Енді ең соңғы коржымызды қоямыз бетіне. 5 корж шықты. Қалған кремімізді үстіне және жанына барлық жеріне жеткізіп жағып аламыз. Жанынан артылған крошкиларды блендердің не болмаса оқтаудың көмегімен жақсылап майдалап езіп аламыз. Блендердің көмегімен езсеңіз біркелкі әдемі майда болып шығады. Кремнің барлығын осылай лопатканың көмегімен шетінің барлығына жағып шығамыз. Енді майдалап алған крошкаларымызбен сәндеп шығамыз, әрлеп шығамыз. Барлық жеріне осылай жабыстырып аламыз. Ең алдымен шеткі бөліктеріне осылай қолдың көмегімен жабыстырып шығамыз крошкаларды. Қалған бөлігін үстіне себеміз. Сіз өз қалауыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Бұл медовый торттың классикалық әрлеу түрі. Осылай тегістеп барлық жеріне жеткізіп, теуіп шығамыз. Шеткі бөлігін осылай спатула немесе қасықтың көмегімен осылай жабыстырып шығамыз біркелкі етіп. Осымен біздің өте дәмді, тез дайын болатын, жұмсақ, аузда еритін балды тортымыз дайын болды. Міндетті түрде 2-3 сағатқа тоңазытқышқа кремі сіңгенше қалдыратын боламыз. Сол кезде кремі сіңіп өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.